Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, мына фундамент енді керемет шықты. Мынадай жартылай құйдырып алып, дегтетіп, екінші бір жерге құя берсеңіздер, апалықпен жар жіберуі мүмкін. Сол себепте жартылай құйып, демалдырып, дегтетіп, екінші миксер тағы жайып, фундаменттің жартысына дейін бір құйып, жартысынан кейін бір құйып, осылай құясыздар. Бұл фундаменттің шыққаны, осылай екінші миксер келіп жатыр. Мінекей әр бұрыштан құйып, барғанша барғызып, сұйықтау қылып, қосымша күрекпен лақтырайын десең, ары қарай арматурлар кедергі болады. Сол үшін де өзінің барғанша құясын. Арматурдың бетіне шыққанда кейін текстеп шығасын, тартып, жилкіге шығарып, мінекей біткеннен кейін, ішкі апалқыларды шешкеннен кейін фундаменттің түрі. Осы фундаменттегі трактор шақырып, КамАЗбен жан-жағын топырақ төгіп беріп кетеді. Мынадай погрузчик тракторлар келіп, топырақты ішіне салып береді. Сонан кейін толық видеоны стройка советі лайфхак каналынан көресіздер. Түзулігін былай көресіздер. Фундаменттің беті тегіс шықты ма, нөлі, дұрыс емес па? Осылай көресіздер. Осылай үй салу деген алдағы уақытта барлық жұмыстарымен бөлісіп тұрамын. Осы үй салып біткенше стройка советі лайфхак каналына өтіңіздер. Сол жақта көп мастерлермен бөлістім, жұмыстарымен. Көріп іздеген мастерлеріңізді арасынан тауып, телефон нөмір арқылы хабарласып, сөйлесіп алсаңыздар болады. Колоннаның арматурлары шығып тұрады. Сол колоннаның арматурының айналасында кірпішпен өстіп өріп шығасыздар да, апал құрмайсыздар, ертең бетон құя саласыздар. 10 қатарда бір, 15 қатарда бір бетон құясыздар. Кірпіштің ішінде қалып кетеді арматура. Колоннанка. Ол сейсмопоезға жалғанады. Жоғарға шыққаннан кейін сейсмопоез жүреді ғой, общий. 12 колоннаның бетін бәрін тоқиды. Сонымен үй деген коробка бетон ұстап тұратын болады, арматурлары менен. Мықты арматур, майыспайтын. Базардан алынған, таңдап жүріп. Осылай түзу қабырға шығарып өре бересіздер. Түзулікті шығара алсаңыздар. Кәменшік жігіт өзінің үйін салып жатыр. Кіріп көрсеңіздер болады. 12 колоннаның бәрін төбесі бір-біріне жалғанады. Мынау судың канализацияның несі, трубасы. Мына жерге ағаш қағып қоясыздар, судың жіңішке трубасы. Болмаса тышқан бір нәрседен кіріп кетіп, су жүрмей қалуы мүмкін. Кейін жалғайым деп жүрген кезде күздігін жалғанады ғой енді. Мына жерде мына бұрышта солай болып шығады. Мына жаққа қарай 1,5 кірпіш өрілген кезде дайын опалубка, үстінен бетон құя бересіздер. Лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.